Баршаңызға сәлем достар, бүгін біз ванильді капкейктер дайындаймыз. Олардың жасалуы өте оңай. Ең алдымен біздің арнамызға тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Біз бастаймыз. Бізге қажетті заттар: ең алдымен бөлме температурасындағы сары майды алып миксерлейміз. Оның үстінен қант ұнтағын қосып миксерлейміз. Ванильді капкейктер болғандықтан ванильді де қосамыз. Үш жұмыртқаны алып, бір-бірден жарып, миксерлейміз. Бөлме температурасындағы сүтті алып, массамыздың үстінен қосып миксерлейміз. Електен өткізілген ұнға разрыхлитель қосамыз. Екеуін араластырып, жаңағы массамыздың үстінен үшке бөліп қосамыз. Сол кезде біздің капкейктеріміз жақсы көтеріледі. Тестамыз дайын. Бізде осындай масса пайда болуы қажет. Кондитердің мешокты аламыз және соның ішіне біздің тестамызды құямыз. Енді таразының көмегімен капсулалардың ішіне 38, 39, 40 грамдай етіп тестамызды құйып шығамыз мешокпен. Барлығын құйып болған соң, осылай видеодағыдай етіп ұрып жібереміз. Себебі сол кезде ғана біздің кекстеріміз бір келкі әрі түзу болып шығады. 160 градусқа 15 минутқа пешке жібереміз. Енді кремін дайындаймыз. Творожный сырға қант ұнтағын қосып миксерлейміз. Кілегей қосып миксерлейміз. Бізде қою крем пайда болады. Онымен қоймай, ол крем өте керемет әрі дәмді болып шығады. Бұл кремді кекстеріміз суыған кезде ғана жағамыз. Ыстық кезінде жақсаңыздар, крем еріп кетеді. Мен осындай насадка қолдандым. Кремді кондитерлік қапшықтың ішіне саламыз. Дайын болған кремді видеодағыдай етіп кекстерімізге жағып шығамыз. Видеодағыдай жақсаңыздар, кекстеріңіз, капкейктеріңіз әдемі болып шығады. Міне біздің капкейктеріміз дайын болды. Өздеріңіздің қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Мен апельсинмен, кивимен әсемдедім. Астарыңыз дәмді болсын. Біздің арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.